Американың азаматтық соғысы, құлдықтың жойылуы, президент Абрахам Линкольннің атып өлтірілуі. Бүгін талқылайтын тақырыптарымыз осылар болмақ. Америка Құрама Штаттары әлемнің ең ұлы әрі қай жағынан алсаң да ықпалды мемлекеті. Өткен жолы Америка Құрама Штаттарының пайда болуы жайлы айтып едік. Егер көрмесеңіздер, сілтеме арқылы арнамызға өтіп, міндетті түрде қараңыздар. Комментарийлерде қайдағы Американың тарихын айтқанша өзіміздің тарихымызды айтпайсыңдар ма деген пікірді оқып едім. Я достар, өз тарихымызды міндетті түрде білуіміз қажет. Алайда аталарымыздан басқа қазіргі өміріміздің қалыптасуына әсер еткен Америка бар емес пе? Бұған дәлел іздесеңіз, жеп жатқан тамағыңызға, үстіңіздегі киіміңізге, көріп жатқан киноңыз бен тыңдап жатқан музыкаңызға қараңыз. Қазіргі таңда жерді билеп отырған батыс мәдениеті мен оның құндылықтары. Егер олармен тереземіздің тең болған қаласақ, егер осы сырттан келіп жатқан ықпалға төтеп бергіміз келсе, олардың шығу тегі мен жетістікке жету жолынан сабақ алуымыз керек. Ал бұл Америка жайлы видеолардың мақсаты біз білетін Америка Құрама Штаттары қалайша осындай алпауыт мемлекетке айналған түсіндіру. Бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Сонымен 1783 жылы 13 штаттан тұратын Америка тәуелсіздік үшін соғыста жеңіп шығып, Ұлыбританиядан егемендігін алады. Ол заманда Америка қазір біз білетіндей Америка болмайтын. Мысалы, Техас, Калифорния, Флорида сынды штаттар Мексиканың немесе жергілікті үнділердің қолында болған. Егемендігін енді ғана алған мемлекет екі мұхиттың ортасындағы жерді толық жаулап алуға кіріседі. Ол үшін бастапқыда Испаниямен, сосын Мексикамен соғысып, Миссисипи өзенінен батысқа қарай қозғалып, ақыры Тынық мұхитынан бір-ақ шығады. Алайда ақш үкіметі мыңдаған үнділердің соңғы сапары болған қасірет жолы деп аталатын жолмен резервацияға, яғни ашық аспан түрмесіне тығып жерін тартып алады. Осылайша 19 ғасырдың басына таяу Америка Құрама Штаттары өзінің қазіргі территориясында әбден орнығады. Ары қарай Америка географиясы мен климатына сай дами бастайды. Ауыл шаруашылығына қолайсыз солтүстікте индустриализация қарқынды жүріп, завод, фабрикалар мен темір жолдар салына бастайды. Ал жері құнарлы әрі ауа райы өте жайлы оңтүстікте плантациялар, яғни егін алқаптары мыңдаған гектарларға жайылады. Осылайша солтүстік штаттар өнеркәсібін дамытып байыса, оңтүстік штаттар жылдан жылға сұранысқа артып жатқан қант, кофе, мақта, табак сынды егіншіліктің өнімдерін солтүстікке, ары қарай Еуропаға сатып, әл-ауқатын арттырады. Осындай тіршіліктің екі түрлі болуы бастапқыда қатты байқалмағанмен, болашақта үлкен қарама-қайшылықпен Американың азаматтық соғысына алып келеді. Бастапқыда солтүстік пен оңтүстік өзара сауда-саттығын дамытып, бейбіт өмір сүріп келеді. Бірақ дүние шіркін қоя ма? Уақыт өте келе индустриалды солтүстік штаттар табысын арттыру мақсатында зауыттарынан шығатын өнімдерінің бағасын көтереді. Оған қоса аграрлық оңтүстік штаттарының Еуропаға сататын экспорттық саудасына қосымша кедендік салық орнатады. Былайша айтқанда, солтүстік оңтүстікті қыса бастайды. Ол аз болғандай 1860 жылы Америка Құрама Штаттарының президенті болып сайланған Абрахам Линкольн құлдыққа қарсы болып, оны заңды түрде жоймақшы болады. Ал бұл болса, оңтүстіктің плантацияларына мүлдем ұнамайды. Себебі олардың экономикасы осы тегін құлдардың еңбегінде негізделген. Ойланып көріңіздер, мақта, темекі, кофе сияқты егінді өсіріп шығару өте қиын әрі машақатты жұмыс. Бұл еңбекке кәдімгі жұмысшыларды жалдайтын болсаң, жұмыстың ауырлығына байланысты оларға жоғары қызметақы төлеуің керек болады. Ал жоғары қызметақы өз кезегінде шығатын өнімнің өз бағасын қымбаттатып, плантаторлардың табысын азайтады. Сол себепті табысты арттыру үшін оңтүстікте тегін жұмыс көші қара нәсілді құлдардың саны өте көп болады. Және де оларды ешкім босатқысы келмейтін. Әлбетте, Линкольн бастаған реформалар жеке қалтасына ауыр тиетін оңтүстік штаттарына мүлдем ұнамайды. Яғни қарап тұрсақ, өткен жол айтқанымыздай, ақшаның немесе жеке пайданың себебімен Америка Құрама Штаттары пайда болса, келесі ғасырда оның тағдырын өзгерткен кезекті оқиға тағы да сол ақшаның себебімен туындайды. Өйткені азаматтық соғысының негізгі себебі бейшара қара нәсілді афроамерикандықтарды құлдықтан босату мен одан туындайтын экономикалық өзгерістер болатын. Осылайша компромиске келе алмаған екі тарап Америка тарихындағы ең қатыгез әрі қанды соғысын бастап кетеді. Яғни кеше ғана Мексика мен жергілікті үнділерге қарсы бірігіп соғысып жүрген қарулас жолдастар бір-бірін аяусыз өлтіріп қыра бастайды. Жалпы 4 жылға созылған Американың азаматтық соғысы бір үлкен бөлек тақырып.
Егер бұған қатысты бөлек видеоны қаласаңыздар, комментарийлерде жаза кетіңіздер. Ал бұл соғыста Линкольн бастаған солтүстік штаттары жеңіске жетеді. Тарихшылардың айтуы бойынша, өнеркәсібі дамыған солтүстік ертелі-кеш бұл соғыста бәрібірде жеңіп шығатын еді дейді. Себебі қай заманда болмасын, соғыста жеңіп шығу үшін ең әуелі сенің экономикаң қуатты болу керек. Бұл тұрғыда экономикасы ауыл шаруашылығына негізделген оңтүстіктің ешқандай өнеркәсібі болмайтын. Соғысқа қажетті тауарлар, былай тұрсын, сабын, шеге, жиһаз сынды күнделікті тіршілікке қажетті заттардың өзін солтүстіктен немесе Еуропадан импорттайтын. Дәл біздің ел сияқты. Бұнымен қатар, азаматтық соғыстан кейін оңтүстікте де индустриализация қарқынды жүріп, халықтың тұрмысы жақсарып, екі жақ теңесе түседі. Осылайша, Американы әлемнің ең ұлы мемлекетіне айналдыратын жаңа кезең басталады. Қазіргі таңда мықты экономиканың кепілі орта және кіші бизнес болып табылады. Егер сізде экономикамыздың дамуына үлес қосу үшін кәсіп көзін іздеп жүрсеңіз, елімізде қарқынды дамып келе жатқан Coffee Original кофеханалар желісінің франшизасын ұсынамыз. Өйткені бұл брендтің артында тұтастай құндылықтар жүйесі тұр. КМДБ-нің ресми халал сертификаты. Клиенттер үшін сенімділік, ал сіз үшін тұрақты аудитория. Әр нүктесінде арнайы намазханалары бар. Бұл рухани құндылықтар мен санасатын заманауи формат. Тек әйелдерге арналған кофехана түрлері. Қауіпсіз және ыңғайлы атмосфера бүгінгі нарықтың сұранысы. Жұмыс істеуге немесе сабақ оқуға ыңғайлы кеңістік, студенттерден кәсіпкерлерге дейінгі аудиторияны қамтитын орта. Жоғары деңгейдегі сервис пен дәмді тағамдар, қайтып келетін клиент кепілі. Және ең маңыздысы, барлығы жүйеленген. Яғни сізге бизнес жоспар жазудың, бренд жасаудың, маркетинг ойлап табудың қажеті жоқ. Coffee Original бұл жай ғана кофе емес, бұл дайын әрі табысты бизнес жүйесі. Сізге тек іске қосу ғана қалып тұр. Толық ақпарат алу үшін сипаттамадағы телефонға хабарласыңыздар. Ал бұл соғыстың басты кейіпкері мен Америка ұлтының мақтанышы Абрахам Линкольнға келетін болсақ, ол жеңістің қуанышын ұзақ тамашалай алмайды. Себебі 1865 жылдың 14 сәуірінде оңтүстіктің актері Джон Вуд кек алу мақсатында Линкольнді театрда атып өлтіреді. Осылайша, ұзын бойлы сақалды президент қайтыс болғанмен, болашақ ұрпақ оны жасап кеткен істер үшін әлі күнге дейін қадірлеп қастерлейді. Себебі Линкольн азаматтық соғыста жеңіске жетумен қатар 1863 жылы Америкада заңды түрде құлдыққа тыйым салынады. Бір мезетте бостандық алған миллиондаған қара нәсілді афроамерикандықтар бастапқыда бұл бостандықпен не істерін білмей, бірі бұрынғы қожаларына оралып, еркін адам ретінде жұмысын жалғастырса, басқалар қалаларға көшіп, жаңаша өмір бастап кетеді. Алайда сегрегация, яғни қара нәсілдердің шеттетуі мен қысымы әлі ұзақ жалғасады. Мысалы, бір ғасырдан кейін 1960 жылы Америка құрама штаттарына Олимпиаданың алтын алып келген әйгілі боксшы Мұхаммед Алиді қара нәсіліне байланысты ақ нәсілді адамдарға арналған ресторанға кіргізбей қояды. Ызаланып кеткен Мұхаммед Али Олимпиаданың алтынын өзенге лақтырып жібереді. Оған қоса азаматтық соғыстан кейін жеңіліске ұшыраған оңтүстіктің жігіттері қара нәсілді афроамерикандықтар еркіндікке масайрап кетпесін деп, оларды қорқынышта ұстап тұру үшін Ку Клукс Клан деп аталатын ұйымды құрады. Бұл ұйым бейшара негрлерді адам құрлы көрмей, оларды жаппай зорлап, тонап, өлтіруге кіріседі. Бұл оңбағандардың идеологиясы ақ адамның қара нәсілдерді жек көрумен олардан өзін жоғары санауда негізделген. Ку Клукс Клан бейресми қоғамдық қозғалыс болғанмен, оны қолдайтындар өте көп болады. Себебі кеше ғана құл болып жүрген адамды ақ нәсілді Америка қоғамына бірден өзіне тең көріп, құшақ жая қабылдау қиындыққа соғады. Нәтижесінде Америка қоғамы 20 ғасырдың ортасына дейін Джим Кроу заңдары деп аталатын сегрегация, яғни қара нәсілдердің шеттетуімен кемсітуге бағытталған заңдармен өмір сүріп келеді. Бұл сұмдық заңдардың көрінісі мынандай болады. Қара нәсілдер мен ақ нәсілдер әртүрлі мектептерде оқиды. Қоғамдық көлікте бөлек орындарда отырады. Бөлек ауруханалар, бөлек асханалар, бөлек дәретханалар және саябақтарды бөлек пайдалануға мәжбүр болады. Яғни сен дәреті қысқан қара нәсілді болсаң, және жақын арада сенің қара басыңа арналған дәретхана болмаса, сенде екі таңдау болады. Я қуығың жарылады, я өзіңе арналған дәретханаға жетуің керек. Не деген қорлық десеңші? Америка қоғамы сан қырлы. Басқаларға қарағанда олар өзінің жағымсыз қырларын жасырмай ашық айта біледі. Мысалы, осындай сегрегацияның жеркенішті көріністерін Голливудтың бірқатар фильмдерінде көрсеңіз болады.
Демократия, бостандық, заң алдындағы теңдік деген құндылықтарды бүкіл әлемге дәріптейтін мемлекеттің ішінде осындай былықтың болғанына қайран қаласың. Тек 1960 жылдары, яғни құлдықтың заңды түрде жойылғанына бір ғасыр өткеннен кейін Мартин Лютер Кинг сынды тұлғалардың арқасында арнайы заңдар қабылданып, афроамерикандықтардың жағдайы түзеле бастайды. Алайда әлі күнге дейін көптеген штаттарда олардың тұрмысы өте нашар. Енді сонау мұхиттың ар жағындағы 19 ғасырда бөтен елде болған азаматтық соғыстың Еуразияның ортасында орналасқан біздің елге не қатысы бар деген бәлкім сізде пайда болған сұраққа жауап берейін. Осындай әділетсіздік пен қорлыққа шара таппаған қара нәсілдер өз наразылық пен қарсылығын музыка арқылы жеткізуге тырысады. Осылайша музыкадағы жаңа бағыттар блюз, джаз, соул және хип-хоп дүниеге келіп, Америка мәдениетінің айнымас бөлігіне айналады. Ал ол мәдениет ақштың әйгілі soft power, яғни жұмсақ күшімен бүкіл әлемге таралып, енді біздің мәдениетіміздің айнымас бөлігіне айналды. Мысалы, біз мектеп кезінде енді ғана интернет орнатылған компьютер сыныбында 50 Cent'тің Candy Shop сияқты клиптарын тамсанып, керемет көліктер мен әдемі қыздарға қарап, Америка не деген керемет ел деп ойлайтынбыз. Өткен жолы Алматыға сол 50 Cent келгенде билеттің қымбаттығына қарамастан 13 000 адамды сыйдыратын Алматы арена лық толғанына қарағанда Америка мәдениетінің әсері елімізде күшеймесе еш азайған жоқ. Бұл да сол 19 ғасырда болған азаматтық соғысының салдары. Осылайша мұхиттың ар жағындағы бәлкім басқа континенттегі болған және болып жатқан құбылыстар қазіргі өмірімізге қаншалықты әсер етіп жатқанын айтып бергіміз келді. Бүгінге осы видеомыз өтсе, арнамызға жазылып, лайктарыңызды аямаңыздар. Ал комментарийлерде батыстың мәдени ықпалына лайықты түрде жауап беруіміз үшін біз не істеуіміз керек деген сұраққа өз ойларыңызды қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Келесі көріскенше бар болыңыздар.